Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін творожный пирог жасайтын боламыз. Арнамызға тіркеле кетіңіз. Бөлме температурасындағы сары майды алып, оған қантымызды қосып, екеуін миксерлейміз. Және бір жұмыртқа қосатын боламыз. Тағы да миксерлейміз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, араластырамыз. Ұнымызды електен өткізе отырып, бөліктерге бөліп, миксерлеп отырамыз. Барлығын салып болғаннан кейін, біз осылай қолмен араластырып, қамыр қылып, барлығын біріктіретін боламыз. Сол кезде бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Оны біздегі формамызға жартысын астына, яғни қолымызбен осылай жаямыз. Одан кейін бортиктарын осылайнан айналдыра жасап шығатын боламыз. Жаңағы жарты қамырымызбен. Жасап болғаннан кейін холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін біз салмамызды дайындайтын боламыз. Ірімшігімізге біздегі қантты қосып, оған бір жұмыртқа қосып, және де қаймақ қосып, барлығын миксерден өткіземіз. Одан кейін жаңағы формамызды алып, құйып, 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Сонда бізде жиектер дәмді пирогымыз дайын болады.